Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мынандай шаңырақ кері байланысқа топқа бөлуге үміт болады. Міне тапсырыс бойынша отбасы тақырыбына балаларға кері байланысқа тапсырыс берген. Осылай балаларға сабақ соңында барлығына таратып, мынаны ашып, мынау отбасы мүшелерін балалар атап шығады. Осылай сабақты қорытындылауға жасатты. Енді бұл шаңырақты біз қалай жасаймыз, соны сіздерге көрсетіп кетемін. Мынандай бәрін шеңберді кесіп қиып аламыз. Мынадай болып. Сосын мына жерін бізге мынандай пышақ керек болады. Сосын туыстарымыз көш керек болады. Мына жерін кесеміз. Кесіп, мына жерін шетін құттай қалдырамыз. Мынандай болып кесіледі. Мына шетін кішкене қалдырасыз. Сосын мына шеңберді мына соңына дейін кесеміз. Былай кесіп, мынаған былай саламыз. Былай саласыздар. Сосын былай айналдырамыз. Айналдырып, енді бізге осындай қатты картон болса, өздік туыстарыңыз көшті. Кішкене кесіп алып, мына жерге былай жабыстырамыз. Сосын мына шаңырақты мына жеріне жабыстырасыздар. Келесі екінші. Мына жерге жабыстырамыз. Şimdi ekibini bir çalıştıracağız. Sonra çalıştırıp şimdi seçebiliriz. Sonra bunu tutayım. Bunu fırlatır. Ne? Tutayım. Bunu ister. Солай жасаймыз. Артында былай. Осылай кері байланысты жасауға болады екен. Рахмет, каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа.